Эбола, шешек, спид. Осы аурулардың барлығын осы күнге дейін естудеміз. Шешек біз жеңген ауру, бірақ 1980 жылға дейін адамзаттың нағыз қарғысы болған. Эбола бұл Батыс Африкада жақында басталған ондаған мың адамның өмірін әкетіп, бүкіл әлемді дүр сілкіндірген емделмейтін өлім безгегі. Спид адамның иммун тапшылығы вирусының нәтижесінде пайда болатын ауру. Одан вакцина жоқ. Бір жолы арылуға мүмкіндік беретін дәрі де жоқ. Бұлар сөзсіз қорқынышты аурулар, бірақ олардың барлығы біздің бүгінгі қонағымызбен салыстыруға келмейтінді. Адамзат баласына тиген ең қорқынышты және ең жылдам тараған инфекция атағына ие испанкамен танысыңыздар. Өлімнің хабаршысы сияқты ол әлемді шарлап, әр бұрышқа қарап, бір ауылды, аралды қалдырмады. Бар болғаны бір жылдың ішінде аурудан көз жұмғандардың саны талай адамдардың өмірін қиған бірінші және екінші дүниежүзілік соғыста қайтыс болған адамдардан асып түсті. Бұл сөзсіз адамзат тарихындағы ең ауыр пандемия. Есептесек, одан бүкіл адамзаттың 5%-ға жуығы қайтыс болыпты. Мысалы, обадан 14 ғасырда әрбір 3-ші адам қайтыс болса, испанка ең масштабты және өлімге әкелетін аурудың тізімін басқарды. Өйткені оны жеңуге карантинде басқа да сақтық шаралар көмектеспеді. Ол келді де өзінің қайғысын жинап, із-түзсіз жоғалып кетті. Көптеген адамдар ақыр заманы келгеніне сеніп қалды. Өйткені Інжіл кітабының мотивтеріне өте ұқсас еді. Оларды түсінуге де болады. Вирус кейбір шалғай ауылдарда бүкіл ересек халықтың 95%-ын құртты. Тұмаудың жұқпалылығы соншалықты, таралу деңгейі өте жоғары болды. Зардап шеккендер ауруды жұқтырғаннан кейін 2-3 күнде қайтыс болатын. Кейде пациенттер бір күннен артық өмір сүрмеген. Айтатын болсақ, халық аузында әзілдер айтыла бастаған. Олардың мәні келесідей. Кеше түнде бридж ойнауға 4 әйел жиналыпты. Олардың таңертең 3-еуі қайтыс болыпты. Англиядағы Рейдинг қаласында медбикенің өзінің күнделігінде жазуы. Бәрі кенеттен болды. Таңертең бізге тұмауға шалдыққан науқастарға арналған жаңа бөлім ашуға бұйрық келді. Ал кешке қыздарға арналған мектеп ғимаратына көшіп бардық. Парталардың бәрін жинап үлгермесек те, әр сынып бөлмесіне 50-80 пациенттен орналастырылып жатты. Біз төсек қатарларына сыймай, әрең дегенде өтіп жүрдік. Құдайым-ай, олардың соншама зардап шеккенін-ай. Оларды көрші әскери әуе базасынан әкеліп жатты. Олардың кейбіреулері бірнеше күн бойы ем алмай жатты. Барлығында пневмония дамыды. Көп ұзамай, біз кімнің табандары қарайса, тірі қалмайтынын білдік. Біріншіден бұл қарапайым тұмаудағыдай егде адамдар мен балалар ауыратын емес, жас және дені сау адамдар ауыратын болды. Ауру бірнеше күнде, кейде бірнеше сағат ішінде адамдарды ұстатып, оларды толықтай құлатты. Кеше бәрі жақсы болып тұрған, бірақ қазір басы сынып, шыдатпай діріл соғып, көздері ісініп, температура тоқтамай көтеріліп, ұйқыдан тыныштық кетіп, көзіне әр түрлі ойлар келетін. Содан кейін түзетілмейтін белгілер пайда болады. Келбеті қызғылт қоңыр түстес болып, тамағы қысылып, тұншығып, әр демі өкпесін ауыртады. Содан кейін адам тынышталып қалатынды. Өмір белгілері тек қанды сілекей ғана болатын. Кейінірек кеудесін ашу кезінде дәрігер науқастың өкпесі сұйықтыққа толы екенін байқайды. Өкпеге оттегі бара алмайтынды, бұған табанының қараюы мен келбет түсінің өзгеруі цианоздың салдары екені дәлел. Америка құрама штаттарында 1918 жылы халықтың шамамен 30% жұқтырылған. Әскери теңіз флотының деректеріне сәйкес, жеке құраманың 40% тұмаумен ауырған. Және испанкадан өлім қарапайым тұмауға қарағанда орташа есеппен 25 есе жоғары болған. Бұл барлық жұқтырылғандардың 2,5%. Егер бұл көрсеткіш сіздерге аз болып көрінсе, онда қарапайым тұмаудан қайтыс болу 0,1% құрайды. Грипптің таралу жылдамдығының тездігінен толықтай қайтыс болғандарды санап білу мүмкін емес болған, ал кейбір алқаптарда статистиканы тіпті жүргізбеген. Дүние жүзінде барлық тұмаудан қайтыс болған адамдардың саны 50-ден 100 миллионға жеткен. Бірақ бұл 18 жылдың пандемиясы туралы білу керек жалғыз ақпарат емес. Испан індеті жалғыз рет қана болған деп санау қалыптасқан, ал іс жүзінде ол 18 жылы 2 рет, 19 жылы 1 рет өткен.
Бірінші толқын әлемді 18 жылы қыстың соңында соққыға жықты. Еуропаның алқаптарына соғыс болып жатқан кезде Испанияның солтүстігінде орналасқан Франциямен шекаралас кішкентай курорттық қала Сан-Себастьянда алғаш рет вирустың қалыпты емес белсенділігі тіркеле бастады. Басында қала билігі бұл мәселеге көңіл бөлмеді. Іс жүзінде көңіл бөлгісі де келмеді. Өйткені курорт маусымы қызу жүріп жатқан болатын. Алайда басында жағдай күрт жаман болмады. 3 күндік безгек, кеуденің ауруы, содан кейін бәрі қалпына келетін. Аурудың жандануы шамалы, өлімі жоғары емес болатын деп есептелінді. Олай болса, туристерді қорқытудың ешқандай себебі жоқ. Алайда бұл қарапайым тұмау емес еді. Оның алғашқы толқыны ондай қырғынға ұшыратқан болмаса да, бәрі бұл аурудың өте жұқпалы екенін сезді. Пациенттермен қандай да бір жолмен байланысқа түскен барлық адамдар 1-2 күннен кейін ауырып қалатын. Ауруды қадағалау мүмкін болмайтын болды. Енді бұл туралы үндемеу де мәнсіз болды. Өйткені Испанияның әртүрлі аудандарын мен қалаларынан індет туралы хабарламалар толып келіп жатты. Содан небәрі бірнеше айдан кейін індет бүкіл дерлік әлемді қамтыды. Мадрид тұрғындардың 3-тен 1-і тұмауды жұқтырды, ал жалпы елде жұқтырғандардың саны шамамен 8 миллион адамды қамтыды. Оның ішінде король Альфонсо 13-ші де болды. Халық аузында бұл ауру Испаниямен ассоциацияланды. Бірақ аурудың географиялық тұрғыдан аталуы бұл аурудың сонда пайда болуының тіпті белгісі емес. Бәрі қарапайым. Испания жай ғана соғысқа араласпаған бейтарап мемлекет болғандықтан, билік басындағылар халық арасында дүрбелең шығарғысы келмей, баспасөзде ешқандай цензура енгізбеді. Ал Америка құрама штаттарына, Германияға немесе Ұлыбританияға сарбаздардың жаппай түсік-түссіз ауру жұқтыру туралы жаңалықтар көп зиян келтіруі мүмкін еді. Сондықтан соғысқа қатысқан елдер үнсіз болды. Ауру туралы кез келген жаңалықты газетке жариялауға тыйым салынды. Фронттағылар ауруды 3 күндік лихоманка деп атап кетті. Бірақ сарбаздардың есіне түсірулеріне сәйкес, ол 3 күнмен әрдайым аяқталып қана қоймайтын. Мұнда оны 3 күндік лихоманка деп атайды. Бірақ онымен ешкімді алдай алмайсың. Өйткені кейде ол аптаға немесе одан да ұзаққа созылады. Ауру кенеттен пайда болады. Ал науқастың температурасының көтерілуі соншама, термометрдегі сынап ұшып асып сындырып жіберетіндей. Бет әлпеті қызарып, әр сүйектері ауыра бастайды. Басы болса сынып қалатындай. Өстіп 3, мүмкін 4 күнге созылады. Содан кейін қатты терлеп, науқас қалпына келеді. Бірақ шындығын айтсам, 1-2 апта бойы масаңдауды сезінуге болады. Күзде басталған 2-ші толқыннан қарағанда 1-ші толқынды тіпті құжаттамаған. Мүмкін себеп бәрінің ойы соғыспен болғандықтан ба, немесе статистика бос әурешілік соғыс кезінде қағаздың аурудың статистикасы үшін құрту ысырап деген болар. Соғысып жатқан елдерде тұмау негізінен әскери лагерлерде және ұрыс алаңдарында таралды. Бұл әрине әскери қимылдардың өзгеруіне өз үлесін қосты. Командирлердің барлық есептеріне тұмау үшін дивизиялары соғысқа қатыса алмайтыны туралы шағымданып жатқан. Мамыр айында Ұлыбритания флотының кемелері 10 мыңнан астам матростар ауруға шалдыққандықтан 3 апта бойы теңізге шыға алмаған. Атақты неміс генералы Эрих фон Людендорф фламандық безгекке шағымданған. Германияда тұмау солай аталған. Рухтары төмен сарбаздарының денсаулығын да бұл тұмау әлсіретті. Германияның осы соғысты жеңу туралы кепілдік беретін шілдедегі шабуылды тоқтатып, болдырмаған осы тұмау кінәлі екенін айтқан. Және де оның сөзіне сүйенсек, ауырғандар санын атап, әр таң сайын жылайтын штаб бастықтарының есептерін көріп, олардың бөлімдерінің әлсіздігін тыңдаудан өкінішті ештеңе болмады. Тұмаудың 1-ші толқыны өте жұқпалы және өте ауқымды болғанына қарамастан, ол бүкіл әлемді қамтыған жоқ. Канада, Латын Америкасы және Африканың көптеген бөліктеріне тиіспеді. Ал содан кейін жаз келіп, ыстық ылғал күндер келген соң, әскерлердің соғыстарын жалғастырып, бейбіт тұрғындардың соғыстан тез аяқталуын үміттендіріп, вирус жоғалып кетті. Жаз өтіп, кейін күз келді. Соғыс өзінің қисынды қорытындысына келе жатқан болатын. Бірақ вирус адамдардың жоспарларымен мүлде есептеспесінде. Көктемде пайда болып, жазда тынышталып, ол соғыстан әлсіреген адамзатқа жаңадан соққы беруді күтті. Егер 1-ші толқын тек жұқпалы ғана болса, ал 2-шісі сонымен бірге тұмауланғандарды оңай өлтіретінді. Вирус жұқтырғандардың шамамен 20% тұмауды жеңіл өткізген, 3 күн температуралап, қалпына келіп, бірден аяққа тұрған. Сол уақытта басқа ауырғандар 2 санатқа бөлінген. Біріншісіне өкпелеріне сұйықтық толып, ауру өте тез көз жұматын болса, екіншісіне тұмаумен әдеттегідей 3-4 күн қатты қызуланып,
Біраз уақыттан кейін сол кезде аз қауіпті бактериялық инфекцияға шалдығып, соның салдарынан ауыр пневмония дамып, пациент қайтыс болған, немесе бірнеше апта бойы есін жиған. Америкада екінші толқынның басталуы 1918 жылдың 28 тамызы саналады. Бостонда алдымен 8 матрос ауырып қалған. Келесі күні науқастар 58-ге жеткен. Тағы бірнеше күннен кейін жұқтырғандардың саны 81 адамға жетсе, бір апта өткеннен соң 119 адам ауру деп саналды. Шамамен 8 қыркүйекте алғашқы өлімдер де басталды. Үшеуі бірден қайтыс болған. Сол күні тұмау Форт Дэвиске жақын жерде болған. Сондағы дәрігерлердің айтуы бойынша, ол мекен жер бетінде нағыз тозаққа айналған екен. Хатта тек Рой деп жазылған. 1918 жылдың 29 қыркүйегі күнімен белгіленген. Адресатқа жетпеген болу керек. Хатты 60 жылдан кейін Детройтта сандық ішінде тапқан екен. Автордың тегі де әрі тағыры да белгісіз. Дэвинстегі лагерь Бостонға жақын жерде орналасқан, және онда шамамен 50 мың адам тұрады. Дәлірек айтсақ, эпидемия болмай тұрған. Тұмау 4 апта бұрын лагерге жеткен. Содан тұмаудың таралу жылдамдығы соншалықты, қызметкерлердің толықтай рухы түсіп, дайындықтары уақытша тоқтатылды. Өзара байланыстарға қатаң тыйым салынды. Ауру басында қалыпты тұмау секілді, бірақ сарбаздарды медициналық бөлімге жеткізгеннен кейін болатыны, медицинаға белгілі пневмонияның ең қауіпті түрі тез дами бастайды. Бетінде қызғылт дақтар пайда болып, бірнеше сағаттан кейін цианозның таралуы соншалықты ақ адамды негрден айыру мүмкін болмайтынды. Соңында науқастың тыныс алуы қиындап, тұншығып өледі. Көріп жатқанымыз өте қорқынышты. 1-2 немесе тіпті 20 адамның өліміне шыдауға болады, бірақ бұл адамдар шыбын сияқты өліп жатыр. Бұл көріністер есімізден тындырады. Орташа алғанда біз қазір күніне шамамен 100 өлімді тіркейміз. Бірақ бұлардың саны өсіп келе жатыр. Тіпті жинақталған мәйіттерді көму мәселеге айналды. Өлгендерді тасымалдау үшін арнайы пойыздар жіберетін болдық. Бірнеше күн бойы табыттар жеткізілмегендіктен мәйіттер жиналып жатты. Мәйітханаға кіргенде менің палатаның артында орналасқанды. Рет-ретімен жатқан сорлы балаларды көретінбіз. Бұндайды Франциядағы ең қиын кескі шайқастан көрмейтінбіз. Содан кейін морг ретінде ең үлкен казармалар берілді. Мундирлері киілген, бірінің үстінде біріне жатқан мерт болған сарбаздарды көрсе, ешбір адам немқұрайлы қылмайтын шығар. Бізге көмекке әлі ешкімді жібермеген, сондықтан біз таңғы 5-тің жартысында тұрып, кешкі 9-ға дейін үзіліссіз жұмыс істейміз де, ертең осыны көру үшін ұйықтаймыз. Бірнеше апта ішінде мұндай суреттер елдің түкпір-түкпірінде пайда болып жатты. Әсіресе мұндай толқылар көп адам жиналған жерлерде, атап айтқанда жаңа шақырылып жатқан сарбаздардың арасында көп кездескен. Еуропа алаңдарына қосымша күш керек болғанына қарамастан, әскери қолбасшылық 142 мың жаңа дайындалған әскерді карантинге қамаған. Бірақ вирус халық арасына әлдеқашан тарап кеткен болатын. Вирус бір әскер бөлімшелерінен екінші әскер бөлімшелеріне, қаладан қалаға, ауылдан ауылға жұғып, Филадельфияға да жеткен. Алдымен қала билігі індет өзінің логикалық аяғына жақындап қалды. Қорқатын ештеңе жоқ деп карантин жарияламай адамдарды сендіруге асыққан. Сонымен қоса, соғыс қорына қаражат жинау құрметіне шеру өткізіп, оған 200 мыңнан астам адам шыққан. Онымен қоса, келесі күні газеттерде ғалымдар аурулардың қоздырғышы тұмауды тудыратын Пфайфер бацилласын анықтай алды деген тақырыптар шығара бастаған. Бірақ 1 қазанда денсаулық сақтау органдарына тұмау жұқтырған 635 жағдай тіркелді деген есеп келді. 3 күннен кейін қалада барлық мекемелер, мейрамханалар, театрлар мен мектептер, тіпті шіркеулер жабылды. Қатаң карантин енгізілді. Көшелерде түшкірудің қауіпті екендігі туралы хабарландырылды. Соның өзінде тұмаудан немесе оның асқынуынан бір аптаның ішінде Филадельфияда 2600 өлім тіркелді. Келесі аптада бұл көрсеткіш 2 есе өсті. Жүздеген мың қала тұрғындары жұқтырылып, науқастарды ауруханаға тачкілермен, автомобильдермен, тіпті ат арбаларымен жеткізіп жатты. Бір ай ішінде қалада 11 мың адам тұмаудан қайтыс болды. Ең ауыр күн
1918 жылдың 10 қазанына келді. Бір күнде 759 адам қайтыс болды. Желеу ресімімен айналысатын бюролар үлгере алмай жатқаны соншалық адамның денелері көшеде күнде де жататын болған. Мысалы, Альфред Кросбидің айтуынша, қалалық мәйітханаларда денелер 4-5 қатарға бірінің үстіне бірі жатқан. Филадельфия мүмкін Америкадағы вирустың ең қатты соққыға жығылған қаласы болар. Бірақ Америка вирустан ең қатты зардап шеккен мемлекет емес. Мысалы, бұл жұмбақ ауру тек Үндістанда 20 миллион адамның өмірін қиды. Ал Ресейде індет басында өкпе обасы деп қабылданды. Өйткені испан ауруы қарапайым тұмауға тіпті ұқсамады. Кейде обаға ұқсас ауру тарап жатыр деген телеграммалар келіп жатты. Оба деп ойлауының бір себебі аурулардың бөлінген сұйықтықтарында обаға ұқсас таяқшалардың табылуы да болды. Оған қоса барлық адамдар тұмаудың қоздырғышы бацилл таяқшасы деп талқылаған. Ол кезде ешкім әлі вирус не екенін де білмеген. 100 жыл өтсе де, тұмау туралы жауаптардан гөрі сұрақтар көп туындайды. Пандемияның үлкен алқапты алғанына қарамастан, іс жүзінде қорқынышты оқиғалар туралы естеліктер сақталмаған. Кросби жүргізген сауалнамаларға сүйенсек, адамдардың көпшілігі 18 жылғы пандемияның жергілікті нәрсе тек олардың қаласына, ауылына, жалпы көшесіне ғана тән деп саналған. Осы кездің кез келген басқа оқиғасы әр қауымның отбасының жадында өте қатты берік сақталған. Соғыс қасіреттері қоғамдық санада кең жауап тапты. Мыңдаған өнер туындылары, өмірбаяндар, мемуарлар. Бұл оқиғалар әлі күнге дейін барлық тарихи оқулықтарында сол кездегі тағдырды құрайтын оқиғалар ретінде енгізілген. Бірақ испан пандемиясы туралы тіпті ең жақсы оқулықтарда да әрі кетсе бірнеше ғана сөз табуға болады. Неліктен олай? Неліктен испан тұмауының бірінші толқыны жеңіл болса, екінші толқыны сондай өте қауіпті болып, миллиондаған адамдарды мерт қылған? Испанканың бұрынғы грипптардан ерекшелігі көбінесе 17-45 жас аралығындағы жас азаматтарды мерт қылған. Бірақ неге олай болған? Біз тұмауды қауіпсіз ретінде есептейміз ғой, әсіресе жас адамның денесіне. Және де ең маңызды мәселе, испанка қайдан келді? Өйткені испандық пандемия адамзат тарихындағы алғашқы пандемия емес, және соңғы да ол емес. Ең алдымен испан тұмауының қайдан келгенін білу үшін біз 70 жыл артқа 1950-1960 жылдардағы Айова штатындағы тұратын микробиолог Йохан Халтиннің ізденістерінен бастасақ жөн болар. Йохан Халтин күндердің күнінде университетте жұмыс жасап жүргенде 30 жылдан астам уақыт бұрын өтіп кеткен испан пандемиясымен қызығып, осы дерттің шешімін табу үшін университеттен $10,000 грант алады. Тұмаудың қайдан пайда болғанын, қалай адамды ауырту қабілетін білу үшін Халтинға тірі вирус керек болатын. Ал тірі вирусты ұзақ ізденістен кейін солтүстік алқаптарда мәңгілік тоңда 1918 жылдары жерленген адамдардың денесіне тауға болады деп шешеді. Аляскада орналасқан Ном қаласына ғалымымыз жол тартады. Ном қаласына жерленген адамдардың мәйіттерін қазған кезінде көргенің өкініші-ай, 30 жыл ішінде мәңгілік тоң еріп кеткен екен. Оның әсерінен адамдың денесі шіріп, ішіндегі вирусты өліп қалған екен. Көңілі түскен Халтин одан да солтүстікте орналасқан Уэльс қаласына жол тартады. Кезінде онда да вирус халықты қырып өткен болатын. Бірақ бұл қалада Халтиннің жолы тағы да жабық болады. Жер бұл мекенде де еріп кеткен болатын. Соңғы мүмкіндік тек батыс Аляскадағы Брейвик елді мекеніндегі мейіттер болатын. Уф деп сәті түсіп, кезінде пандемияның қасірінен 5 үлкен азамат қана тірі қалған қалада жер ермеген болып шығады. Халтин мұзды жерден шашы еріген кішкене қыздың денесін қазып алып шығады. Сөйтіп, вирусы бар материалдармен Айоваға ұшып кетеді. Бірақ өкінішке орай тірі вирусты Халтин таба алмайды. Істемегені жоқ еді. Центрифугаға салса да, тұзды сұйықтыққа да салып көрсе де, бөлшектесе де, антибиотиктарды пайдаланып көрсе де вирусты таба алмайды. Тағы бір испан тұмауының жауабын шешу туралы мүмкіндікті 1997 жылы Джеффри Таубенбергер жасап көрген. Ол қартайған Йохан Халтиннің көмегімен Швецияда ауырған адамдардың денелерін қазып, зерттеулер жасайды. Бірақ бұл жолы да вирус өлі болып шығады. Сонда да медицинаның алға жылжығаны және де испан тұмауының шешімі жақындағаны сезіліп тұрды. Жалпы ғылым деген әрқашан әр сұраққа жауап бере бермейді. Кейде бір жеңіске жету үшін 100 рет жеңіліп көру керек. Мұнда да солай болған.
Әйтеу 7 жыл өткеннен кейін Таубенбергер испан тұмауының шешімін табады. Ол туралы 2005 жылдың 6 қазанда әлемдегі ең үлкен журналдар Science пен Natural'да айтылады. Мақалада Таубенбергердің командасы испан вирусының толық тізбегін шешіпті және лабораторияда осы құбыжықты қайта қалпына келтіріп, қана қоймай тышқандарды және Петри ыдысында өсірген адам өкпесін де осы вируспен жұқтырған делінген. Осымен Таубенбергердің 10 жыл, Халтиннің 55 жылдық сапары аяқталды. Бірақ испан вирусын қайтадан зертханада жинап табу үшін оларға көптеген рұқсат хаттамалар жинау керек болды. Өйткені бұл вирус қоғамға үлкен қауіп төндіретін. Қайткенімен де осы вирустан біз білетін вирустардың бәрі шыққан. Себебі біздің иммунитетіміз бар, жыл сайын вакцина алатын H1, N1 штаммы еді. Таубенбергердің өзінің айтуы бойынша испан вирусы ғасырдың басында құс тұмауының ең классикалық вирусы болған. Бірте-бірте тұмау құрылымындағы гемоглютинин және нерамидаза ақуыздары өзгеріп, қазіргі H5N1 сияқты құстан құсқа жұғатын емес, адамнан адамға жұғатындай өзгерген. Сондықтан ол өте қауіпті болған. Және айта кететін жайт, осындай өлтіру машинасына айналу үшін вирусқа 4000 аминокышқылдарының 25-30-ын ғана өзгерту керек болған. Осының үстіне вирустың тарау жылдамдығына әсерін тигізген бірінші дүниежүзілік соғыстың жылжымай суық окоптарда өтуі, вирус құстардың денелерінде болуы туралы білмей, аурудың табиғи аномалиялардан іздеуі де болар. Мүмкін адамдар карантинді бұзып, үлкен сандары менен елден елге саяхаттап ауруды таратуы да шығар. Сонымен қатар, тұмаудан жаңа штаммына организмнің аномальды белсенділігі де аурудың осындай зұлым болуына өз септігін де тигізді. 1918 жылғы грипп фактілер бойынша көбінесе жас организмді мерт қылатын болған. Оның себебі жас организмнің вирусқа қарсы гипербелсенді иммундық реакциясы. Одан адамды цитокинді дауыл пайда болып, иммунитеті мықты адам осал болып қалса, иммунитеті нашар. Егде жастағы адамдар мен балалар иммунитетінің әлсіздігінен аз зардап шеккен. Бірақ іс жүзінде сонша жылдар өтсе де, қаншама жылдар адамзат пандемияның жауаптарын іздесе де, шешілмеген сұрақтар өте көп. Достар, егер бүгінгі дайындаған видеомыз сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басыңыздар. Ал егер жалпы біздің каналымыз ұнап жатса, осы каналға подписка жасап, және де колокольчик белгісін бассаңыз, бізге қуанышты болатын еді. Жалпы біздің каналымызда ғылыммен байланысты, тарихи, тағы да басқа өзіміз дайындайтын көптеген видео жобаларымыз көп. Сондықтан біздің видеомызды асыға күтіп, және осы каналға тіркелгеніңіз абзал болар. Подписываемся.